Шежіре дегеніміз қазақ аты тек арабтар шежіре бұтақ тармақ деп атайтын бұл ұғым халықтан шығу тегін ұрпақтың таралуын баяндайтын рухани жүйе. Ру тайпалардың тарихын ұрпақтан ұрпаққа жеткізген қалыптасқан ресми шежіре барлық халықта кездеседі. Шежірені шежіреші қарттар ауызша таратып отырған 15 наурыз шежіре күні деп бекітілген болады. Қазақ халқы балағы 7-9 жасында әкесінен бастап ағайын туысына, нағашы жұртына алыс жақынды таныстыруға, ата тегін руын, ел жұртын білдіруге ерекше көңіл бөлінген. Жеті атасын білу заң болған. Әкесі атасы балаға тек жеті атасына дейінгі бабаларын атын жаттатып қана қоймай, олардың қандай адам болғанын, ел жұрты үшін жасаған ерлігі, өнегелі істер жайында әңгіме еткен. Сол арқылы бала ата дәстүрін жалғастырса, әке деген мақсат көздеген. Шежіренің қазақ қоғамындағы рөлі одан алынатын құнды мағлұматтар тарихшы мамандар тарапынан зерттелу үстінде. Қазақтың шежірелік мұрасына қатысты пайымдаулардың жиыны. Қазақстан тарихын жазу барысында Еуразия көшпелілері туралы, оның ішінде түркі тілдес халықтар жайында жазылған байырғы және орта ғасырлық еңбектердің баршасы тілі мен тіліне қарамастан қаперде болып, ғылыми сараптан өткен деректер рухани айналымға түсуге тиіс. Шежіре күні отбасының, ел жұрттың жеті атаның тарихы айтылып, шежіресі таратылады. Сонымен қатар жұртшылық мал сойып өмірден озған ата-бабаларына құран бағыштайды. Әр отбасының үлкендері өмірден өткен ата-бабаларының, ағайын бауырларының жақсы істерін, қуанышты сәттерін кейінгі ұрпаққа